Саламатсыздар ма? Біз бүгін сіздермен 11 сыныптың геометрия пәнінен шардың көлемі тақырыбын бекітетін боламыз. Алдыңғы сабақта сіздерге шардың көлемін есептеу формуласы туралы формуласы таныстырылды, дәлелдеу жолдары түсіндірілді. Яғни радиусы берілген немесе радиусы r-ге тең шардың көлемі v тең болады 3/4 πr куб формуласымен есептеледі. Бұл жердегі r шардың радиусы. Енді сфераның ауданы s тең болады 4πr квадрат. Бұл жердегі r сфераның радиусы формуласымен есептеледі. Енді шардың бөліктерінің көлемдері бар. Шар сегментінің көлемі v тең болады πh квадрат көбейтілген жақша ішінде r азайтылған h бөлінген 3. Шар секторының көлемі v тең болады 3/2πr квадрат h. Бұл жердегі h шар сегментінің биіктігі формулалары арқылы есептеледі. Енді осы формулаларды қолданып жаттығулар орындауға көшеміз. Оқулықтарыңыздан, яғни біздегі оқулық Шыныбековтің оқулығы нөмір 280 жаттығу. Радиус r-ге тең шардың көлемі мен сферасының ауданын табыңдар. Бұл жерде А тапсырмасы үшін радиус 12 см-ге тең деп берілген. Бұл жердегі радиус белгілі болған жағдайда шардың көлемін есептеуге болады, яғни формуласын қолданамыз. v тең болады 3/4π көбейтілген 12-нің кубы. Есептеуді тиімді орындау үшін 12-нің кубын 12 көбейтілген 144-ге тең деп алдық, яғни 3/4π көбейтілген 12 көбейтілген 144. 3 пен 12-ні қысқартамыз, сонда 16-ның 144-ге пиге көбейтіндісі 2304π-ге тең болып шығады. Енді радиусы берілген сфераның ауданын есептеген кезде 4π көбейтілген радиустың квадраты, яғни 12-нің квадраты 144 көбейтілген 4π 576π-ге тең деп есептің жауаптарына қол жеткіздік. Енді келесі тапсырма. Нөмір 305 тапсырма. Диаметрі 3 мм болатын шар пішінді 3 қорғасының оқты аңшы қайта балқытып, шар формалы бір оқ жасады. Осы оқтың диаметрін табыңдар. Яғни диаметрі берілген бірдей 3 шарды балқытып, үлкен басқа бір шарды алады. Сол пайда болған үлкен шардың диаметрі қаншаға тең екендігін есептеуіміз керек. Яғни геометриялық мағынасы мынадай: бірдей 3 шардың қосындысы үлкен бір шарға тең. Яғни бұл жерде біз үлкен пайда болған шардың диаметрін есептеу үшін ненің формуласын, қай элементінің формуласын қолданамыз? Бұл жерде біз көлемінің формуласын қолданамыз. Себебі бастапқы 3 шардың көлемдерінің бірікпесі үлкен бір шардың көлеміне тең болады. Яғни біз бастапқы шардың көлемін есептеп алуымыз керек. Бастапқы шардың көлемін есептейік. v1 тең болады 3/4π көбейтілген диаметрдің жартысы радиус болады, сонда 2-ден 3-тің кубы. v1 тең болады 3/4π көбейтілген 8-ден 27. Көбейтуді орындаған кезде қысқартамыз, қысқартып көбейтуді орындаймыз. v1 тең 2-ден 9π-ге тең. Яғни бастапқы шарлардың көлемі 9-дан 2π. Осындай 3 шардың бірікпесінен алынған үлкен бір шар, яғни осыны 3-ке көбейтеміз үлкен шардың көлемін табу үшін. Сонда 3 көбейтілген 2-ден 9π тең 2-ден 27π. Осы 2-ден 27π дегенім үлкен шардың көлеміне тең, яғни 3/4πr куб. Осы жерден r кубты есептеуге көшеміз. r кубты табу үшін сол жақтағы өрнекті r кубтың алдындағы көбейткішке бөлеміз. Сонда r куб 8-ден 81-ге тең болды. Ал r дегенім 3 көбейтілген 3-ші дәрежелі түбірдің ішіндегі 3-тің жартысы. Радиусы берілген кезде диаметрді анықтау үшін радиусты 2 еселейміз. Демек, бөліміндегі 2 қысқарып кетеді де пайда болған үлкен шардың диаметрі 3 көбейтілген 3-ші дәрежелі түбірдің ішінде 3-ке тең болады екен. Келесі тапсырмаға көшеміз. Нөмір 306 есеп. Шар диаметріне перпендикуляр жазықтық шардың диаметрін 4 см және 10 см-лік екі бөлікке бөледі. Сонда шардың көлемі қандай бөліктерге бөлінеді? Бұл есепті шешу үшін біз шардың толықтай өзін емес, шардың диаметрлік қимасын қарастырамыз. Шардың диаметрлік қимасы шеңбер болады. Міне осындай шеңбердің диаметрін жүргіздікте диаметрді 10-4 см бөліктерге бөлетіндей етіп, осы диаметрге перпендикуляр хордасын жүргіздік. Біз шардың көлемі осы жазықтықпен қиғанда шардың көлемі қандай бөліктерге бөлінетіндігін есептеуіміз керек. Оның үшін алдымен берілген бастапқы шардың көлемін есептейміз, яғни ол үшін бізге радиус керек болады. Радиусты табу үшін шардың центрін хорданың ұшымен қостық. Сонда бізде мынадай тік бұрышты үшбұрыш пайда болады. Осы жерде оды дегенім ол шардың радиусы. Шардың радиусын табу үшін
ол обыға тең. Оны табу үшін 10-ды 4-ке қосып 2-ке бөлдік. Сонда шардың радиусы 7 сантиметрге тең екендігі келіп шықты. Енді радиусы берілген шардың көлемін есептеуге болады. 3-тен 4 пи көбейтілген 7-нің кубы 3-тен 1372 пи мәніне тең болатын көлемі алынды. Енді шар сегментінің көлемін есептейміз. Себебі бір сегментке жаңа сегменттен бөлек шардың бөлігіне бөлініп қалды. Шар сегментінің көлемін есептеген кезде сегменттің биіктігі 4-ке тең. Сегменттің көлемін есептеу формуласына саламыз. Пи көбейтілген 4-тің квадраты көбейтілген жақша ішінде 7 азайтылған 3-тен 4 тең болады. Пи көбейтілген 16 көбейтілген 3-тен 17 тең болады 3-тен 72 пи. Бұл шар сегментінің көлемі. Енді берілген шардан шар сегментінің көлемін азайтсақ, екінші бөлігінің көлемі келіп шығады. Яғни 1372 бөлінген 3 немесе 3-тен 1372 пиді 3-тен 272 пиге азайтамыз. Сонда 3-тен 1100 пи мәні қалады. Демек жауабы бөлінген бөліктердің көлемдері 3-тен 272 пи куб сантиметр және 3-тен 1100 пи куб сантиметр болатын бөліктерге бөлінген екен. Құрметті оқушылар, егер де біздің бүгінгі бейне сабағымыз сізге ұнаған болса, лайк басып қалдырып кетуіңізді, ал сұрақ туындаған болса, комментарийге жазып қалдыруыңызды сұраймыз. Біздің каналға жазылып, біздің кезекті бейне сабақтарымызды жіберіп алмаңыздар. Назарларыңызға рахмет.